Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Нұрғалиева Кәусар болады. Менің есімім Айшын Нұрай. Менің есімім Өмірбек қызы Құралай. Бүгін біз сіздерге өзіміздің ең алғашқы ұстазымыз Гүлназ Мұхтарбекқызы жайлы айтқымыз келіп отыр. Бастауыш кездің өзінен ақ ұстаздың еңбегі қандай қасиетті екенін білдік. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген мақалдың түп мағынасын өз ұстазымызға қарап түсінген болатынбыз. Ұстазымыздың әрбір сабағы ерекше әсерге толы, және ол әрбір оқушыға өз мейірімімен қарап, әрбір оқушыға оқуға деген қызығушылықтарын арттырған ұстазымыз болатын. Және де мен қазіргі таңда 10 сынып оқушысы болсам да, өзімнің тәрбием мен білімімнің іргетасы осы ұстазымның арқасы екеніне ешбір күмәнім жоқ. Және де Гүлназ Мұхтарбекқызына айтатын алғысым шексіз. Ол менің ең қадірлі әрі ең алғашқы ұстазым. Бастауыш кезең біз үшін есе қаралық кезеңдердің бірі. Себебі сол жылдары білім әлеміне жетелеген ең алғашқы ұстазымыз Гүлназ Мұхтарбекқызы болды. Ол бізге оқу мен жазуды ғана үйретіп қана қоймай, дұрыс сөйлеуді, сыйластықты және тәртіпке үйреткен. Гүлназ Мұхтарбекқызының әр сабағы ерекше өтетін. Ол балалардың білімге деген құштарлығын оятып, әрқайсымызға жеке көңіл бөлетін. Қателескен кезімізді жамап, керісінше дұрыс бағыт беріп, жігерлендіретін. Қазір 10 сынып оқушысы болсам да, сол кездегі алған білімім мен тәрбием өміріме үлкен әсер етті. Гүлназ Мұхтарбекқызы мен үшін ең қадірлі әрі сүйікті ұстаздардың бірі. Менің ең алғашқы ұстазым Гүлназ Мұхтарбекқызы. Ол бізге білімнің негізін үйретіп, мектепке деген сүйіспеншілігімізді оятты. Әр сабағын түсінікті әрі қызықты өткізіп, бізді әрдайым қолдап отырды. Оның арқасында біз жақсы білім алып, бастауыш сыныпты сәтті аяқтадық. Бүгінде сол алған тәрбие мен білімім өмірде өте маңызды орын алады. Гүлназ Мұхтарбекқызының арқасында біз көптеген белестерге жете білдік. Мен ұстазыма әрқашан алғыс айтамын.